Iya, kelip kapsız. Şu ne istеп жүрсүз bu жерде? Не істеп жүрсіз? Мына көршінің күшігі үйге кіріп кетті. Заводдың астаусында ашық болғаннан кейін бүткіл нәрсе біздің үй жақта жүреді. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Дала өте қатты ыстық. Бүгін де ыстық. Далаға шыққым келмейді. Шөлдедің ба? Бека саған су бермей ма? Бека саған су бермей ма? Қалай шығып кеттің сен? Ей, Көся, айтқан түрің құрсын сенің. Кішкентай кезінде барлығы әдемі тәтті. Ей, айтқан түрің құрсын сенің. Жел дала. Бірақ үйге кірсең таяқ жейсің. Естің ба? Үйге кірме. Далада садиктегі балалардың дауысы естіліп жатыр. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге пельмен жасаймыз үй жағдайында. Өте қарапайым, онда ешқандай не жоқ, қоспасыз. В общем, бір фаршқа бір пияз қосатын болам, өйткені бізде пельмен сорпамен. Алмат өте жақсы көреді негізі пельменді. Көбінесе магазиннен алатынмын мен пельмен. Одан кейін ұнамай қалды да көп болды негізі. Пельмен, манты, фаршированный перец, сондайлардың ешқайсысын жасамайтын, өйткені фарш ұнамайтын маған. Көбінесе магазиннің фарштары ұнамайтын, содан кейін мен жасамайтын. Енді бір жол өзім фаршты өзім тартқаннан кейін терезені ашып қойып озвучка жасап жатсам, көршім айқайлап жатыр екен, қайтадан өшіруге тура келді. Терезені қайтадан жауып қойдым, жаңа ғана ашып қойып едім, таза ауа кірсін деп. Сонымен қайтадан жауып қоюға тура келді. Мына жерде енді кішігірім фарш, 3 адамға арналған жаңағы пельмен болғаннан кейін өте кішкентай қостым, өйткені желінбей қалады деп. Сонымен қара бұршын, тұзын қосып, фарш жасап, одан кейін қамырын илеп, печеньеға арналған формамен жаңағы кесіп алмақшы болдым да, печеньеға арналған форма өте кішкентай екен. Сондықтан бокалдың басымен домалақтап кесуге тура келді. Қамырды өте көп илеп қойған екенмін мен. Пельмен жасамай тұрып, мен бірінші қамыр илеп қойған болатын. Содан кейін жаймен басқа тірліктерге ауысып кеттім, өйткені қамыр кішкене июі қанып тұрсын деп. Сондықтан кейін ойланып қалдым, бірақ жаңағы зуала жететін. Енді мына жерде менде екеуі шықты, содан екеуден біреуі қалып қалды осы қамырдың. Біреуінен жасадым, бізге жетті негізінен. Біраз пельмен шықты, бізге 3 адамға жетеді сол. В общем, менің қолымнан қамыр илеу келе бермейді, білмеймін. Қанша жыл негізі мен жақында үйренгенмін. Негізі күйеуге шыққан кезде ғана үйрендім қамыр жаюды. Бұрын мамам маған жайғызбайтын. Басқа нәрсенің барлығын істетті. Именно қамырды ұмытып кеткен ғой, жаюды үйретуді. В общем, содан бері күйеуге шыққаннан кейін үйрендім. И онша көп мен керемет қып жай алмаймын. Менде неше түрлі карта болып шығады. Маған жаңағы жайлыса болды, әйтеуір қамырдың құрамы нормально болса болды. Мінекей сіздерге көрсетіп жатыр. Мына кішкентай домалақпен кесіп алмақшы болып едім. Бұл өте қатты кішкентай болып шықты.
пельменді түйіп едім. Бұдан да кішкентай болды пельменім, сондықтан бокалмен оюға тура келді. Осындай қамырларды үстіп домалақ қылып ойып алдым. Үйдің де іші ыстық, әйтеуір терлеп тепшіп болса да әйтеуір барлығын бітірдім. Өзімнің жақсы көретін сериалымды қойып алдым да, соменен бір жақсылап тұрып барлығын түйіп алдым. Есік терезені аша алмаймын. Кеше өте қатты ыстық болды, сондықтан есік терезені аша алмайсың. Одан сайын ыстық кіреді. Соменен үйдің іші кішкентай болғандықтан тез ысып кетеді. Видеомның басында көрсеткен күшік біздің үйге кіріп алды. Негізі маған ондай күшіктер шын айтқанда ит асырау маған ұнамайды. Жаңа көршінің баласына айтқан болатын, күшігіңді алып кет десем, біз ол күшіктен бас тарттық дейді. Бас тартсаң енді өзің алып кет, өзің бір жерге құртасың ба, бірдеңе істейсің ба, общем алып кет дедім. Бірақ енді құрт десем де әйтеуір кішкене тамақ бердім, су бердім. Өйткені өте аянышты, қарны ашып қалған, шөлдеп қалған, в общем, ойнағысы кейбір күшіктер болады, құтырып не істейтін, ондай құтырмайды да, не істемейді да, сүмірейіп отырады. Мінекей сіздерге өстіп дайын пельменді көрсетіп жатырмын. Менен осындай пельмен шықты. Өте дәмді болған, барлығы рахметін айтып жеп алды. Сонымен күшікке оралайық. В общем, күшікті апарып тастаңдар деп балаларға бұйырған болатын, бірақ әлі апарған жоқ. Біздің есіктің алдында әлі де жатыр. Қарны тойып еді, кішкене жан-жағына қарап, бізбен кішкене ойнап, сөйтіп кішкене еркелей бастады. Мына жерде енді менде кішігірім стирка болды. Жаңағы сол киімдердің барлығын бүктеп қоймақшымын. Дала қатты ыстық болғаннан ба киімдер үйге әкелдім ғой, құшақтап алып келатсам, киімдер қатты ыстық, кәдімгідей өзім ыстықтап тұрсам, ана киімдер одан сайын ыстық қой. Как будто ана үтіктеген кезде ыстық болды, тура сол сияқты да киімдер, үйдің де іші ыстық, и осы киімдер де ыстық қой. Бірақ өте керемет кепкен, жаздың күні кепкен кірлер өте қатты ұнайды, өйткені кәдімгідей көтеріліп, кәдімгідей жаңағы керемет болып тұрады да, барлығы сықырлап кеуіпші. Ал қыстың күні кепкендер ұнамайды маған. Барлығын орнына салып қоймақшымын. В общем, кішігірім рум-тур болсын, кішкене түсінбеушілік болып жатыр. Мынау бізде енді кіре беріс мына жер. Одан кейін барып былай сразу кірген кезде сразу бізде кухня басталады. В общем, осы жерде міне газовый пеш, и мына жақта уже бізде не басталады. Душ. Мына жаққа біз тағы да кішкентай бөлме қостық, душ. Одан кейін мына жерде ыдыс-аяқ жуатын и стиральный машина. Ыдыс-аяқ жуатын негізі мына жаққа тұру керек еді. Мына газовый пеш кедергі жасағандықтан біз амалы жоқтан мына жерге қойдық. Өйткені басқа қоятын жер жоқ, ана жерге қоя алмаймыз. В общем, трубасын ана жерге, мына жерге қойсақ та жаңағы астынан кететін трубасы кедергі жасады. Ал осы сразу мына даладан кіре салып, мінекей шай ішетін бөлмеге кіріп кетеміз. Өте кішкентай үй болғандықтан кішігірім рум-тур бол. Мына жақта шай ішеміз, мінекей телевизор көріп, уголок, бірақ қана уголок тұр болды, и холодильник, мінекей. Холодильник қасында микроволновка кухняға сыймағандықтан осы жаққа әкеп қойдық. Мінекей мына жақ уже кіреберіс жер, прямой душқа түсесіз. Одан кейін екінші бөлмеге ораламыз. Екінші бөлме осындай жатын бөлме қылып өзіміз арнайы істеп қойдық. Негізі
Мынау Алматтың төсегі, мынау біздің төсек. Алматқа кішкентай кезінде жасап берген болатынбыз. Қазір Алмат жатпайды. Көбісі айтады, балаңызды неге қасыңызға алып жатасыз дейді. Мен енді қай жаққа алып жатамын? Мына жерде 2-ақ бөлме. Мына жақта жатады көбінесе, жаңа телефон көреді түнде, ойнайды, соменен осы жақта жатады. Шулайсын, не қыласың деп осы жаққа жатқызып қойдық, негізі жерде жатады. Ал мына төсекте былтыр папамыз аварияға түскен кезде осы төсекте жатқан болатын. Сонымен бұл төсекті сатқан жоқпыз, шығарған жоқпыз, бұзған жоқпыз. Енді осы жолы бұл төсекті бұзатын боламыз. Негізі 2 төсекті де алып тастасам ба деп ойлап отырмын. Оған папамыз келіспей отыр. В общем, бізде осы жатын бөлме. Одан кейін тез-тез түсіндіре кетейін. Мынау бізде енді кладовка ретінде қолданамыз. Кішкентай бөлме. Бұның да есігі бар, мінекей өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай. Төсек орын, сонда майда шүйде ыдыс-аяқтар осы жақта сақталады. В общем, видеом аяқсыз қалмасын деп кішкене әңгімелесе кетейін. Кеше осы үйге, кішкентай үйге рум-тур жасаған болатын. Өте кішкентай үй, негізінен бұл 1 бөлмелі үй болып саналады. Негізінен біз өзіміз бөлме қосып, содан кейін кішкене үлкейтіп алдық. Ары қарай үлкейте алмаймыз, өйткені жеріміз кішкентай болғандықтан. Осы ғана бөлмелер сыйды. Негізі кухня бұрын біз келгенде соғылып қойған кухня болатын. Маған мүлдем кухняны мүлдем ұнамаған болатын. Сонда да енді сол кухняны ары қарай өзіміз ремонт жасадық. Одан кейін ары қарай біз өзіміз душын қостық. Алдында айтып кеткендей, жаймен қалған барлығын қосып алдық. Енді ары қарай бұл жерге ремонт жақсылап бөлме қосатын болсақ, егер де біз бұл үйді сататын болсақ, ол біздің істеген ремонтымыз, бөлмеміздің ақшасы шықпайды. Өте арзанға кетеді бұл үй. Сондықтан біз аса қатты кереметтей ремонт жасамай, бөлме қоспай сөйтіп уақытша тұрмыз бұл жерде. Сұрап жатыр, көшесіздер ма деп. Әрине бұл жерден көшеміз, бұл жерде тұрақталып қалмаймыз, өйткені бала үлкейіп келе жатыр. Балаңыз өзіңізбен бірге жата ма деп сұрап жатыр ғой. Үлкен жігіт болды ғой, қасыңызда жата ма деп. Жоқ, қасымызда жатпайды, үлкен жігіт болды ол. Қасымызға жат десең де жатпайды. Детский кроват тұрғаннан кейін көбісі ойлап отыр, что қасында жатады деп. Жоқ, ол басқа бөлмеде жатады, біз басқа бөлмеде жатамыз. Бұл кроват әшейін тұрған кроват бұл. Сондықтан түсінбей қалмасын деп сіздерге өстіп түсіндіріп жатырмын. Біз келгенде бұл үй өте нашар болатын, өйткені ремонты жасалмаған, қабырғалар түсіп қалған, төбесі де түскен. Біз от души ремонт жасадық деп, в общем, керемет ремонт жасадық. Стеналарын барлығын қырып, барлығын қайтадан сылап, бұл үйде пеш қана болатын, газ жүргізілмеген болатын, газ жүргіздік. Барлығын условиясын барлығын жасадық қой. Осы үйге барлық нәрсенің барлығын жасап кіріп алдық. Негізі бұл үй маған мамам кезінде әшейін алып қойған болатын. Арзан кезінде алып қойған болатын. Кейін күйеуге шығып жатса бірге тұрар, күйеуге шықпай өзі не қылса да бірге өзі тұра беретін шығар. Или ұнамаса сатады, ұнаса өзі ремонттап тұрып алады дегендей. Мама кезінде бұл үйді әшейін алып қалған болатын. Мен енді бұл үйді өзім ұнаттым. Барлық жаққа жақын болғаннан кейін мен осы жерді ремонттап өзім тұрып жатырмын. Квартирадан квартираға көшкім келген жоқ. Ұнамайды, маған мүлдем ұнамайды. Ито өзім аяғым ауырады. Мен әрі-бері көшуден маған қатты қиын болады. Лучше осындай кішкентай 1 бөлмелі болсын, 2 бөлмелі болсын, әйтеуір өзімнің үйім, өзім әйтеуір не істесем де, не қойсам да өзім білем. Комната қосам ба, үстіне қосып алам ба дегендей. Сол сияқты нәрсе. Сондай өте кішкентай үй бұл. Малосемейкаларға арналған үй. Енді влогымды аяқтайын. Егер де сұрақтарыңыз болып жатса, қойыңыздар, жауап берем. Ұзаққа созбай қояйын, өйткені ұзақ болып кетті, мылжыңдап кетпейін. Сау саламатта болыңыздар. Сіздерге көп рахмет айтамын.